Жаңа ғана міне Байболат Құлбаев бауырымыздың келіншегі Бақыт келінімізге Шымбат мырза хабарласқан Байболаттың адвокаты. Бүгін жаңа сот болған, алтыдан кейін сот болған. Сотта Байболат Құлбаевтың 15 күндік жазасын бір жеті қысқартып, яғни Байболат 22-сі ұсталған болса, бір жеті жазасын орындап 29 күні шығарады деген қорытынды шықты дейді соттың шешімі. Енді оған мамасы жаңа естідіңіз ба, бір жетіге қысқартып та, яғни осы айдың 22-сі ұсталды ғой, енді 29-ы босататын болып соттың шешімі шықты дейді. Мен онымен келіспеймін, балам күнәсіз, ешқандай заңға қайшылық жасаған жоқ, жоғын жоқтаған. Мен келіспеймін, әзір қайта сот ашып, мен баламды әзір қолыма салсын, келіспеймін мен оны. Мен келіспеймін, әзір де жатам мен. Келіспеймін, әзір әкеп берсін баламды. Алып қайтамын, мен алып қайтпаймын, мен келіспеймін мен. Соттың шешіміне келіспеймін. Әкелсін балам, қайта сот ашып әкелсін баламды. Мен келіспеймін. Мен келіспеймін, баламды әзір қолыма салсын. Келіспей, соттың шешімі шықты ғой, 7 күнге түсірді. Балам не күнәсі бар менің? Тоқтай тұр, айтып болсын ешкім. 22-сі күні үкім шықты ғой, қаулы. 29 күні. Сондай не болды, жаңа соты өтті. Бір жетіге? Енді 15 күннің 7 күнге қалдырды ғой, 7 күн 8 күнін ұстады. Аман ба баламыз өзі? Аман баламыз, өз-өзімен қандай сапсау баламыз. Жаңа сотта өзі қатысты. Өзі келісті. Жоқ, мен келіспеймін. Жоқ, енді сіз келісесіз, келіспейсіз. Онда мен, бұл мәселе онда емес қой. Мәселе мен болған нәрсені айтып отырмын. Сондықтан енді 29-ы қай күн болады? Екінші күн или үшінші күн? Екінші күн болады, екінші күн. Екінші күн или үшінші күн, қай күн болса да 29 күн шығады. Енді оған дейін айқайламаң, бұл жерде ешқандай ештеңе өзгермейді. Өйткені ол соттың бізде Қазақстан Республикасының мемлекеттің атынан шығады ғой соттың қаулысы. Ол қаулыны ешқандай полиция өзгерте алмайды. Олар 29 күні сіздің балаңызды шығарып жібереді, сіздерді жаңағы күн болады. Оған дейін мен өзім адвокат есебінде 29-на дейін оның жағдайы қалай екенін қарап тұрамын, өзім тексеріп. Қай статьямен қамап жатыр оны? Қай статьямен? 488-дің 7-ші бабы. Енді ол қалай болады? Ол бап анандай, ол анандай, митингі, пикетті ұйымдастырушы адам деген. Ешқандай ұйымдастырған жоқ. Мен онымен келіспеймін, соттың шешімімен келіспеймін мен. 7 сутка. Халықаралық ұйымдарда мен тек қана жаңағы адвокат ретінде рахмет ағасы. Рахмет, мен келіспеймін.